жоғары сот кеңесіне жеке қабылдауға жазылу үшін е-өтініш ақпараттық жүйесі арқылы өтініш жолдау немесе жазбаша түрде жүгіну қажет. Өтініштерді қарау нәтижесі бойынша өтініш берушіге қабылдау күні мен уақыты хабарланады. Жеке қабылдауларды жоғары сот кеңесінің төрағасы, кеңес мүшелері, сондай-ақ сот жюрінің төрағасы алдын ала жазылу бойынша күн сайын өткізіледі. Өтініш берушілердің мәселелері тыңдалып, оларға кеңес пен сот жюрінің құзыреті шегінде түсіндірмелер беріледі. Жоғары сот кеңесіне өтініштер беру үшін мынадай сервистер қолжетімді. Ол егов.kz электрондық үкімет порталы, оның ішінде егов мобильді қосымшасы және е-өтініш ақпараттық талдау жүйесі. Осы сервистер арқылы жоғары сот кеңесіне және оның жанындағы сот жюріне өтініштер мен арыздар жолдауға болады. Негізінен ол сот актілерімен және судьялардың әрекеттерімен келіспейтін азаматтар, судья лауазымына арналған біліктілік емтиханын тапсыру, сондай-ақ бос судьялық лауазымдарға өткізілетін конкурстарға қатысу мәселелері бойынша азаматтар және мансаптық өсу мәселелері бойынша, сондай-ақ кеңестің және жалпы сот жүйесінің қызметін жетілдіруге қатысты ұсыныстар мен қолданыстағы судьялар жүгінеді.